1941 жылдың жазында басталған екінші дүниежүзілік соғыс Кеңес одағы тұрғындарының көпшілігінің өмірін басқарнаға бұрды. Солардың қатарында бірінші Мәскеу медициналық институтының алғашқы курсын тәмамдаған Хиуаз Доспанова да бар еді. Ол Мәскеуден туған жеріне жазғы демалысқа аттанғалы тұрған болатын. Алайда соғыс басталғанын естіп, сонда қалуды шешеді. Түнгі сайтандар деп атап кеткен бұл әскери құрылым әлемдегі тұңғыш тек әйелдерден тұратын ерекше әуе полкі болды. Осының ішінде қазақтың тұңғыш ұшқыш қызы Хиуаз Доспанова да қосылады. Бұл кезде ол небәрі 19 жаста еді. Хиуаз Доспанованың жалпы суреттеу бойынша өте нәзік, аяғының размері тек қана 33 размер болғандығы туралы, бойының тек 150 сантиметр болғандығы туралы сипатталады. Яғни бұл нені білдіреді? Хиуаз Доспанованың өте нәзік, талдырмаш, кішкентай болғанымен, бірақ жүрегі өте кең, жаңағы батыр болғандығын көрсетеді. Хиуаз Қайырқызы Доспанова 1922 жылы 15 мамыр күні Атырау облысы Құрманғазы ауданындағы Зормата ауылдық кеңесінде дүниеге келді. Әкесі Қайыр партия қызметкері, анасы Меруерт мұғалім болып еңбек еткен. Әкесінің қызметіне байланысты жиі көшкендіктен түрлі мектептерде білім алса да, алғыр Хиуаз Орал қаласындағы нөмірі 1 мектепті үздік аяқтайды. Оның бала күнгі арманы ұшқыш болу. Не зовут лентяями, самолеты лучшие, в городе Летяево. Самолеты, сами мы летаем без пилотов. Сами, если захотим, к самым звездам полетим. Самолеты, сами мы летаем без пилотов. Сами, если захотим, к самым звездам полетим. Пусть моторчик весело жужжит, любим мы крутые виражи. Мы бы только крепок фюзеляж, мы покажем высший пилотаж. Нас и без горючего не зовут лентяями, самолеты лучшие в городе Летяево. Самолеты. Атақты ұшқыш авиация генерал-майоры Кеңес одағының 2 мәрте батыры, халқының мақтанышы Талғат Жақыпбекұлы Бегелдинов 305 рет жауынгерлік тапсырманы сәтті орындаған. Ол тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл шығыс өңіріндегі 2 мәрте батыр атағын алған тұңғыш адам болатын. Менің мақсатым енді не жерде бар сол бар менің. Танк, артиллерия деген бар ма, дұшмандар бар ма, бәрілер бар, соның жоқ қылуған қой. Ана біздің сарбаздар барған уақытында соған жол көрсетіп, танкыларының демелер, зоттардың бәрісін құрта тұрған дұштардан қойс, міне біздің самолет қалатын. Ил-2 деген. Ана екі пушкасы бар ғой. 42,5 килограммой бомба сият. Фашистер айта тұрған черная смерть. Бағына туған қаһарман ұлан 1922 жылы 5 тамызда Ақмола облысы Майбалық ауылында дүниеге келді. Мы летаем без пилотов, сами, если захотим, к самым звездам полетим. Самолеты, сами мы летаем без пилотов, сами, если захотим, к самым звездам полетим. Елдік сынға түскенде ерлік көрсеткен аруларымыз бар тарихта. Тұңғыш ұшқыш қазақ қызы Хиуаз Доспанова соған мысал. Батыр қыз отан соғыс жылдары от пен оқтың арасында жүріп, 300-ден астам жауынгерлік тапсырма орындаған. Қайсар қыздың сол ерлігі ұрпаққа үлгі. Ал бүгінгі бейбіт күнде ұлт айбынын асырған арулар әлде бар. Тоты Әмірова достастық елдер бойынша нәзік жандылар арасынан шыққан тұңғыш әуе капитаны. Осы күннің батыр қызымен Бибігүл Ғаділбек қыз дидарласты. Нәзіктік, сымбаттылық, асқан ұқыптылық, өн бойынан осындай қасиеттер табылатын керімсал келіншекті әуе кемесінің штурвалында елестету қиын. Дегенмен Airbus 320 ұшағын егерген алғашқы қазақ қызы ол. Әуеде ұшу әуестік емес, бала күнгі арманым еді дейді ол. Әкем соғыс ардагерлерін шақырған. Содар мына Мәскеуден керемет батырлар, ұшқыштар
келіп біздің үйде қонақ болған. Сол кезде солардың әңгімелерін естіп, соғыс жайлы айтқандарын естіп, сонда 9 жасымда болдым ғой деймін. Енді мен ұшқыш болам деп, мен ұшуым керек деп, соны ғана мақсатымды қойып, соны ғана ойлаған болатын. 17 жасында Рига азаматтық авиация инженерлері институтына оқуға түскен Қарагөз кейін азаматтық авиация академиясында білігін шыңдады. Әуелі шағын ұшақты, кейін алып әуе кемесін меңгерді. Тоты Әмірова екінің бірі бармайтын ерекше мамандықты меңгерген аздың бірі. Бейбіт заманда заңғар көкті шарлап жүрген ұшқыш қыз от пен оқтың арасында ұшақты ұршықтай ерген Хиуаз Доспанова ұмыт қалмау керек деп санайды. Кезекті ұшу сапары 89 тонна алып ұшақ. 100-ден астам жолаушыны арқалап Атырауға бет алды. Тізгінде Тоты Әмірова.